саламатсыз ба? Мен кепка көрген іштебін. Көрсетесіз бе? Бізде аз қалды, вот мына жерде берсеңіз болады. Негізі мына жерде варианттар, сол жерде. Примерно бір кепканың бағасы қанша болады? 3000 теңге барлығы. Барлығы 3000 ба? Менде мындай жағдай болып тұр. Айлық әлі түспеді, сіздер қарызға жазасыздар ма? Жазбайсыздар ма? Просто бөліп төлейін ба, или айлық түскеннен кейін ба деген ғой. Жақсы ба? Все, онда рахмет. Ассалаумағалейкум братан. Телефон велосипед па сізге? Велосипед, иә. Маған андай мощный велосипед керек та. Ең жақсысы Motion. Ол последняя модель екен. Кән көрейік. Короче, Бұл 20-шы размер, 27,5 диаметр келеді. Вилкасы 100 мм келеді. жоқ ондай нәрселері қызық емес та маған. Именно трансмиссия. Маған андай нәрсе керек та. Ауылда жол қотырда ше. Сен балдармен жарысамыз да велосипедпен. Колючкалар бар, иә. Жоқ ондай дөңгелектер мощный қотыр жерде жарысамыз да ауылда. Полямен. Бірақ осы протекторда, если колючка болса, оның ішіне кіреді. Сөз туғам. Камерадан кіреді. Сол кезде уже компания ответ не отвечает, да, за это, то, что это, как сказать, Енді сондай велосипед андай мейлен андай қотыр жерлерде ше. Андай. Ну, бірақ бұл горный велосипедтер. Горный ма? Я горный велосипедтер бізде. Барлық іштерін немецкий бренд деп. Бізде рамаға пожизненный трансмиссияға гарантия беріледі. Бірақ именно осы покрышкаға тут уже неизбежно, если на что-нибудь колющее наедете, она по-любому лопнет. Короче, раз вы десей. Все, рахмет. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Және де бүгінгі пранкта маған көмектесетін Анзада Ғалымжан. Достар, тек қана бір ғана контентпен тоқталып қалмай, арасында осылай көңіл көтеретін контентті түсіруді жөн көрдік. Әжетхана қай жерде сізде? Әжетхана білмеймін осы. Туалет тәртібін. Жоқ, біз бұл жақта тұрмаймыз осы. Мына Алматыдан келген сөз. Осы арадан сұп-сұрық қойып қойымыз. Кеттік. Ne айтып отыр еді? Басынан емес. Олай болса, достар, біз пранкымызды бастаймыз. Кеттік. Әкпен жай шешесіз ба? Қызым шығып өтті ішіне. Соны күтіп отырсыз ба? Мен басым ауып кетті, андай қашып. Телефонымды әкеліп қап, сіз звондап беріп түстіп айтыңыз. Сен ше? Сонымен жүрген қадар. Әке бір жаңадан ән жазбайым ше? Соны тыңдайсыз ба? Шымкенттің салқын сырасын, көрдің бе досым құрдасын, мөлдіреп тынып тұрғасын, қалайша шыдап тұрасың. Қалай бола ма бұлай? Жақсы ма? Өзің шығардың ба? Өзім шығардым ба? Кете шешек. Саламатсыздар ма, әке? Бұл жақтың шайлары қалай екен? Жақсы шай. Жақсы ма? Қанша теңге тұрады біреусі? Қанша? 900? Қарағым батпа. Сен бір кішкене дәмін көрсем бола ма? Шайдан кішкене. Бакала жоқ қой? Бакал бердіңіз бе? Все, онда, кәс. Бұлай негізі жақсы қояды, 900 теңгеге стоит па? Чайник чайың 950 теңге болды. Кәмден бір кішкене дәмін көрейінші? Болса. Күштеген. Все, жақсы отырмыз да.
Достар, мен сіздерге Бауыржан шоу арнасын ұсынамын. Бұл арнада түрлі қызықты видеолар, қазақша кинолар, сондай-ақ түрлі баяви кинолар осы арнада. Сілтемесі бірінші комментарийде және описаниеда болады. Кіріп арнасына жазылып, қолдауларыңызды сұраймын. Ассалаумағалейкум. Киім сатып жатсың ба? Брат, жүрші саған бірнеке айтайын деймін. Короче, мына жерге мені қазір Гаммо деген досым іздеп келеді. Если мен көрдім деп айтсаң, жағдайың қиын болады. Мен вообще көрген жоқпын деп мақұл. Все, давай. Бар ма жерде мыналар? Менде мынандай жағдай болып тұр да. Қазір ақша болмай тұр да ше. Со маманың атына жазып алсам қалай болады? Қалайсыңдар? Атына жазып, қарызға жазып кетші, бір айдан кейін айлық түскеннен кейін айтып беремін. Ретпен болды. Ретпен былай жазбаша болмай ма? Болмайды, білмеймін, сұрақ көрдім. Қарызға жазып кетсем? Болмайды. Сіз сұрақ қойын енді. Что там істеу керек екен бұны оту үшін? Қойсын. Білмедім ба? Брат, мен жаңадан ше, анекдот шығардым да ше. Тыңдап көрші. Қызық па? Айтыңыз. Давай. Короче ше, екі ат жарысады ғой. Біреуісі қызыл ат, біреуісі сары атты. Сонымен екеуі жарысып келе жатады ғой ше. Сонымен қызыл атқа қалады ғой ше. Қалай бола ма бұлай? Өте ме айтайық? Өтпеді ме? Давай. Кім билет бересіз бе? Брат, жүрші, мен бір сөйлесетін әңгімем бар еді. Мешітте қанша айлық аласыз? Қарадым. Жұмысшы керек дейсің ба? Жұмысшы керек па, иә? Бар ғой, забитіз. Негізі алмайсыздар ма жұмысқа? Забитіз орады. Негізі қанша айлық аласыз? Мен ба? 4 сағат 3.000 теңге. 4 сағатқа 3.000? Иә. Жақсы табады екенсің. Сонымен адам толып қойды ма бір жерде? Уже забитый ғой, брат. Мен утром шығам, ана екінші бала жеткен шығады. Басқа адам керек емес па? Жоқ. Жұмыс іздеп жүрген ғой. Басқа жұмыс таныс тамыр жоқ па? Да, родной. Даже мен былай жүріп көрсейшін шет әлде вакансия керек па шықсай. Мынау машинаны қалай ұтуға болатынын білесің ба? Сатып жатыр 9 миллион ғой. Только сатыла ма? Иә. Не дейді ана дос? Не, давай. Что там, брат, шай ішесіздер ма? Иә. Не жаңалық, не тірлік? Жаңалықтан айтсай, тыныш па? Иә. Қақта тұрбасың жалпы? Ақбұлым. Ау? Ильич. Ильич? Ильич, сол өзім ауылда тұрамын ғой. Тараздың ауылында, өрнектегі. Не жаңалық болып отыр? Үй іші аман есен? Жақсы, тыныш. Тыныш па? Брат, Давидпен жүргенбіз. бір анекдот шығарып едім, тыңдап жүресің ба? Тыңдай. Короче ше, бір қызыл машина мен ақ машина болады да. Екеуі жарысып келе жатады ғой, конкретно ше. Сық келе жатады да, короче, қызыл машинаға қалады ғой ше. Қалай қызық па бұлай? Бола ма? Адам күлдіртуге бола ма? Иә. Бола ма? Күле ма? Бет. Ше, соны елдерден сұрап жүрген ғой, давай онда. Бір бәле десе ше. Айтамыз енді, болды, давай.